Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің жаңа рецепттерімді әрдайым бірінші болып көріп отыру үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен дәмі ерекше тәтті қызыл барқыт тортының рецептімен бөлісемін. Тортты жасар алдында ең алдымен барлық заттарымызды осындай таразыда өлшеп аламыз. Барлығын граммына дейін өлшеу керек. Ұнды електен өткіземіз. Ұнның арасына електен өткізгенде ауа барады. Какаоны да електен өткіземіз, өйткені какаоның арасында түйір-түйірлер болуы мүмкін. Солар електен өткізгенде ұсатылады. Қопсытқышымызды қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Осы сухой ингредиенттеріміздің барлығын осылай дайындап алдық. Енді жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап ағарып, көпіргенше миксерлейтін боламыз. Міне жұмыртқа мен қантымыз осылай ағарып көпіршіктенеді. Сол кезде үстіне айранымызды қосамыз, қаймағымызды қосамыз және сұйық құямыз. 1 чайная ложка яблочный уксусымызды құямыз және тағы да миксерлейміз. Енді осының үстіне сухой ингредиенттерімізді қосамыз да жақсылап бір келкі масса болғанға дейін тағы да миксерлейміз. Араларында түйір-түйіршіктер қалып қоймасын, жақсылап миксерлеңіздер. Қол миксермен әрине кішкене уақыты көбірек болады. Жарты шай қасық краситель дейді ғой, бояу қосамыз, осындай қызыл түсті. Сіздерде жидкий түрі болса, жидкий түрінде қоссаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді корждарды пісіретін форманы дайындап аламыз. Ол үшін осылай форманың үстіне пергамент қағазды қоямын да, шетін қысам форманың, міне көріп тұрсыздар видеода. Сонда осы пергамент қағазына менің формам пішінін сақтап қалады, осындай дөңгелек болып. Осыған қамырымызды құйып, корждарымызды осылай пісіріп алам. Мен 4 корж пісірем. 3-і торт жинауға, 4-шісі торттың жан-жағына бетіне сепуге. Міне біз қамырымызды құйдық. Енді осыны барлығын бір келкі етіп, жайып, жақсылап тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 4-5 минутқа пісіріп аламыз. Міне жаңағы мен 4-ші коржымды осылай жақсылап үгітіп, осылай блендерға салып, тағы да блендерда үгітетін болам. Сонда өте нежный болып шығады бетіне себетін корждарымыз. Енді кремімізді жасаймыз. Маскарпоне, творожный сыр және сахарный пудра шүйгін қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Оның үстіне сливкиді қосып, тағы да бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Міне бізде қою өте әдемі крем дайын болды. Міне менің жаңағы 3 коржым. Осы 3 коржды қазір шеттерін барлығын бір келкі етіп тегістеп, осындай кольцоның көмегімен барлығын осындай бірдей дөңгелекшелерге етіп аламын. Енді дайын корждарымызды жинаймыз. Мен подложканың үстіне осылай кішкене крем салам. Корждарым қозғалып кетпеу үшін осылай кольцоны кигізіп аламыз. Бірінші коржды салғаннан кейін араларына кремді сала отырып, жаға отырып, корждарымызды жинап шығамыз. Кремді жаққанда барлық жеріне бір келкі етіп жағуға тырысыңыздар. Сонда торттарыңыз жиналып біткенде теп-тегіс болып тұрады. Қазір осы кремді жағып болғаннан кейін тортымызды міндетті түрде холодильникқа 3-4 сағатқа салып қойыңыздар. 3-4 сағаттан кейін барып қана алғаннан кейін тортымыздың жан-жағын әдемілеп, тегістеп, әрлеп, оформлениясын бірақ жасайсыздар.
осы күйінде холодильникке қоямын мен. Міне холодильниктен алып шыққаннан кейін жан жағына осылай кремді жағып тегістеймін. Шеттерінің барлығын осылай жақсылап тегістеп болғаннан кейін бағанағы сатып қойған осы корждарымызды сақталған жағып әдемілеп шығам. Тортымыздың жан жағын бетіне сеуіп шығам. Коржды блендерден өткізгенде осылай өте ұсақ, өте нәзік болып шығады. Осылай болып барлық жеріне біркелкі етіп сеуіп әдемілеп шығамыз. Міне видеодағындай. Міне өте әдемі болып шықты біздің красный бархат тортымыз, қызыл бархат тортымыз. Сіз де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Мен сияқты осылай тортты жасауды үйреніп алып, тапсырысқа да алып жасасаңыз болады. Сәттілік!